Пандемия кезінде интернетте алаяқтар көбейді. Өйткені карантинде сайттағы тауарларға сұраныс артқан. Мәселен, өткен жылы елімізде 14 мыңға жоқ қылмыстық іс қозғалды. Елорданың өзінде осындай мыңнан астам қылмыс тіркелген. Төмен бағада жеңілдікпен тауар аламын деп алданып қалу аяқ асты. Динара жеңілдікпен спорттық киімді арзан бағаға алғысы келеді. Алайда тауар бағасының 50%-ін төлеген соң алаяқ із-түзсіз жоғалып кеткен. Инстаграм парақшасында 60 мыңға жуық оқырманы бар сатушыға сеніп қалыпты. Мы с подругами решили сделать заказ. Біз 26 қарашада құрбыларымызбен бірге тапсырыс бердік. Бір аптадан кейін тауарды аламыз деген болатын. Инстаграм желісіне 60 мың оқырманы болған соң сендік. Біз 10 күн күттік. Қазақстандық нөмір жазылған. 2 ай өтті. Олар 240 килограмм жүк жоғалды деген болатын. Олар бізге тек уәде беріп жүрді. 50%-ні, яғни 34 мың теңге төледім. Инстаграмда қанша оқырманы болса да, егжей-тегжей тексерген жөн екен. Кейіпкеріміздің жолы болып ақшасын қайтарып алған. Ал алаяқтың құрбаны болып жүрген адам қаншама. Полиция департаментінің мәліметінше, биыл бас шаһарда мыңнан астам қылмыстық іс тіркелген. Оның ішінде 782 интернет алаяқтық қылмыс ашылды. Әлеуметтік желіде соңғы үлгідегі гаджеттерді нарықтық сомасынан төмен бағамен сататындар көп. Арзан дүниеге қызыққандар соңында сан соғып қалады. 17 топ интернет алаяқтарымен айналысқан адамдар ұсталды. Оларға Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 190 бабының 2 тармағының 2 бөлімінің 4 тармағы бойынша қылмыстық жауаптылыққа тартылды. Жаңа жыл қарсаңына қарсы 4 факт тіркелген. Ол бойынша жедел іздестіру шаралары кезінде біз осы Астана қаласының тұрғын бір адамды ұстадық. Ол кісі 2 адамды алдаған. Кішкентай балаларға, жасөспірім балаларға жаңа жылдық сыйлық береміз деп әлеуметтік желіде жарнама жасап ойын ойнатамыз деп кейіннен жаңа жылға қарсы ұтып аласыздар деп сондай тәсілдермен алдаған. Алаяқтардың арбауына түсіп қалмас үшін бейне қоңырау арқылы тауардың бар жоғына көз жеткізіңіз. Немесе тауарды алғаннан кейін ғана төлем жасаңыз. Наргиз Бекмағанбетова, Ерзат Зайытхан, Асхат Қарақойшиев, Хабар 24.